Тоқаев болды ма, Тоқаев болсын. Зачем Дариға Назарбаева? Ақша істеп отыр ғой, үкімет. Халық үшін жұмыс жасау керек қой, а не наоборот біреудің карманын набивать ету үшін емес. Баршаға сәлем. Бүгін біз коронавирус туралы халықтың ой пікірін білетін боламыз. Кеттік. Коронавирус туралы не айта аласыздар? Жеке пікірім ол деген бұрыннан бар. Неге десеңіз, біз Қытай мемлекетімен шекаралас болған соң, ол деген бұрыннан бар бізде. Негізі мен вообще жоқ деп ойлаймын Қазақстанда. Бар шығар, бар деп айтып отырмын. Маска сол үшін киіп алдыңыз, а? По идее, маска қорғамайды, ну ладно. Негізі мен ойым бойынша біздің Қазақстанда бар, бірақ оны жасырып отқан сияқты. Себебі Россия бүкіл жерде табылған дүние біздің Қазақстанда бүйтіп айналып өтіп кетеді дегенге мен өзім жеке басым өзім ондайға сенбеймін. Сондықтан сақтағанды сақтайды деп айтады ғой. Сондықтан бүкіл қауіпсіздікті өзімізге алған дұрыс деп ойлаймын. Мама папаның методын қолданып жүр ғой дейді. Мед пен шай ішіп, ыстықсыз шай ішіп. Мед пен шай ішіп, Иә. сөйтіп ыстық су Ыстық ішесің. су ішу керек деп айтады ғой, что 26-27 градус температурадағы су асқазанда вирустар кетіреді деп айтады да. Сондықтан всегда су ішу керек дегенді естідік, да? Чеснок көп жеу керек. Честно, Ну, если меня не засудят, то я считаю, что Китай это сделал для выгоды выкупки своих акций обратно у Соединенных Штатов, а Казахстан очень удачно сделал это так, чтобы не было митингов во время, новых выборов сейчас, чтобы люди не митинговали на улице и боялись окружающих. Это мое мнение. Лично мен сенбеймін. Сенбейсіз? Неге? Білмеймін. Онда не үшін айтады бізде коронавирус келді деп? Просто паника, мне кажется. А мен сенемін. Но бірақ поздно. Поздно границаларды жапқан, барлығы поздно. Ол ауру бар. Бүгін келді деп айтып жатыр. Точно бүгін келді деп ойлайсыз ба? Или бұрыннан? Жоқ, бұрыннан бар. Просто халыққа айтпастан, халықты ажиотаж қылмау үшін бұрыннан бар. Бүгін айтып отыр дейсіз ба? Иә. Өздеріңіз сақтық шараларын жасап жатсыздар ма? Алдын алып или келгеннен кейін? Маска алып жатыр, қымбаттап кеткенде. Қайдан алдыңыз маска? Еш жерде адамдар таппай жатыр ғой. Очередь міне. Аптекада тұр ғой, Бір 150 теңгеден. бір штук 150 теңге. Вирус келген кезде масканың бағасын көтеріп тастау қалай дұрыс деп ойлайсыздар ма? Дұрыс емес та, конечно. Тегін тарату керек. Конечно, халық үшін жұмыс жасау керек қой, а не наоборот біреудің карманын набивать ету үшін емес. Бұл ақша істеп отыр ғой, үкімет. Негізі тегін тарату керек бұның бәрін. Рахмет. Дым ойламаймын. Сенесің бе бізде коронавирус бар дегенге? Жоқ. Сенбейсің? Неге сенбейсің? Просто коронавирус Қазақстанға келмейді ғой. Келмейді. Потому что оның алдында да бұрын келді ғой коронавирус. Аха. Сол кезде Қазақстан вообще ауырмаған. Сондықтан Қазақстанға Қытайлар қашып келіп жатыр ғой. Коронавирусқа сенбейсіздер, иә? Жоқ. Политический коллапс қой. Ешқандай не жоқ. Жұқпайды ма бізге? Жұқпайды. Жоқ, бізге жақпайды. Да, нені сайлауды жүргізу үшін ана Путинға не болып жатыр ғой, ана сол Қытайлармен келісіп жасап жатыр ғой, біздікілер де соған қосылып жатыр. Скоро выбор болады, адамдар үйде отырсын, бунтовать жетпесін. Біз енді бунтовать жетпейміз ғой, Құдай сақтасын. Бірақ ондай... Әйел адамның халықты басқару дұрыс емес. Ер адам, ер адам. Тоқаев болды ма, Тоқаев болсын. Зачем Дариға Назарбаеваға? Ол операсын айтып жүре берсін. Коронавирусқа ол айтып жатқан политика вообще. Қазақтарға коронавирус деген жұқпайды ол ешқандай. Нені Алясканы Америкаға сатып беріп жүрген. Әлі күнге дейін Америка дауласып жатыр Россиямен. Сол сияқты бірдеңке сатып жіберуге тайынбайды. Қойды ғой ана кімді, Қасым-Жомартты. Тұра берсін сол еркек. Не бар оның басқа әйелді ғой. Біз оған қарсы емеспіз, бірақ өзіміздің пікірімізді айтып отырмыз. Бізден ешкім сұрамайды ғой, үлкен адамдарымыз. Рахмет үлкен. Чеснок жеп алғаннан кейін маска отқандарыңыз? Нет. Коронавирус туралы халықтың ой пікірін білдік. Біраз адам сенсе, ал көп адам сенбейді екен. Сақтанғанды Құдай сақтайды, сақтан жүріңіздер.